Сәлеметсіздер ме? Бізді бүгін қонаққа шақырып отырған Жақатаева Алтынай Насыпхан қызы қайта өңдеу және сақтау зертханасының маманы. Алтынай, сәлеметсіздер ме? Саламатсыздар ма? Бізге біздің шаруа қожалықтарына, осы агробизнеспен айналысам деген біздің кәсіпкерлерімізге өзіңіздің зертханаңыз туралы, немен айналысады, қандай осы жеке кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарға қандай көмек көрсете аласыздар, қандай ақпарат бере аласыздар, қай бағыт таңдауын, сол туралы қысқаша бір мәлімет беріп, соны бізге айтып берсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Негізгі зертханамыздың аты қайта өңдеу және сақтау зертханасы. Бұл зертханада 3 ғылыми қызметкер жұмыс жасайды. Зертхананың негізгі жұмысының мақсаты картоп және көкөніс сорттарының өңдеуге жарамдылығы және олардың ұзақ уақыт сақталуын зерттейміз. Қазіргі уақытта картоптың отандық және шетелдік сорттарын алып, олардың крахмалға, чипсілерге, аспаздық өңдеуге жарамдылығын зерттеп жатырмыз. Және де олардың зерттеу кезінде, сақтау кезіндегі морфологиялық көрсеткіші, биохимиялық көрсеткіші, әртүрлі көрсеткіштердің сапалық жағын анықтап жатырмыз. Екінші жұмысымызға келетін болсақ, бұл өздеріңіз көріп тұрғандай көкөністер. Көкөністердің де жалпы алғанда отандық және шетелдік сорттарын алып жатырмыз. Олардың екі сорттарының айырмашылығы, олардың консервілеуге жарамдылығы, қай сорттың консервілеуге келетіндігі, қалай жақсы сақталады. Енді өзіңіз білгендей, әр сорттың өзінің ерекшеліктері бар. Бір сорт жақсы сақталады, екінші сорт консервілеуге келеді. Сол сияқты біз олардың ерекшеліктерін зерттеп, кәсіпкерлерге, өнеркәсіптік жұмыстарға өзіміздің осы сорттарды ұсынып жатырмыз. Сақтау кезінде, картопты сақтағанда, көкөністерін сақтау кезіндегі әртүрлі аурулар болады. Біз оларды зерттеп, оларды қалай ауруларды туғызбау үшін әртүрлі жұмыс жасап жатыр деп айтуға болады. Негізінен сіздер көріп тұрғандай, қазіргі таңда мынау шетелдік Донцовский деген чипсы жасауға өте керемет деп айтуға болады. Жақсы сақталады, қытырлақ болып келеді. Одан кейін Коломбо деген айтуға болады. Ал өзіміздің отандық неге келетін болсақ, Эдем өте. Сорттардың атауы ғой, да? Донцовский, Коломбо. Донцовский мен Коломбо ол шетелдік сорт. Өзіміздің сортымызға келетін болсақ, отандық бұл Эдем сортын айтуға болады. Сол сияқты мына жерде осы неден бастап, жылдан бастап польшалық сорттармен айналысып жатырмыз. Германиялық, турциялық, россиялық, голландский сорттарын алып, соларды қайта өңдеп, консервілеуге жарамдылығын зерттеп жатырмыз. Енді бұлай сіздің жасап жатқан жұмыстарыңызға осы біздің отандық кәсіпкерлерден сұраныс бар ма? Бар. Негізі картоп жағынан да, көкөніс жағынан да бар, өте жоғары. Негізі отандық сорттарымыз өте жақсы, сапасы өте жоғары деп айтуға болады. Және сақталыш жағынан да ұзақ уақыт сақталады. Негізі енді бұлай... Біз бір сортты 3 жыл нетеміз, 3 жыл зерттейміз. Біз 1 жыл емес, 3 жыл зерттейміз. Ол бір сорт жыл сайын бізде климат әртүрлі болып келеді. 1 жыл жылы болады, 1 жыл суық болады. Соған байланысты негізгі біз 3 жылда бір сортты алып, олардың сапалық жағынан көрсеткіштерін анықтап жатырмыз. Ал енді біздің негізі бизнестің негізгі мақсаты пайда табу. Әр бизнес қай салада болсын. Біздің енді шаруа қожалықтарда өзінің өнімін өсіргеннен кейін
олар шикізат ретінде сатылады. Негізі қайталап өңдесе, содан бір осындай бір өнім шығарып қайтадан сатса, неғұрлым пайдасы да үлкен болады. Енді осы шаруа қожалықта жеке кәсіпкерлер сіздерге жүгініп, сіздерге келіп көмек сұрап, бір ақыл сұраса, қандай сіздер соған бір көмек көрсете аласыздар? Қандай сонымен бірге тікелей жұмыс істей аласыздар? Соны айтып бере аласыз ба? Соны сіздерге келіп сіз келісім шартқа отыру керек па? Қалай неден бастау керек? Немен бастап, немен аяқтау керек? Негізінен бізде келісім шартқа отыру керек. Келісім шарт арқылы уже мен білмейді екенмін. Келісім шарты өзім айтшы. Так, түсінікті алтынай. Ол жағын менің бастығым етеді. Жақсы. Ал енді сіздерге Алтынай ары қарай негізінен біз сіздерге көмектесе аламыз. Негізінен жаңағы картоптың қай сорт қалай сақталатынын негізінен сіздер өздеріңіз бір сортты таңдасаңыз, отандық болсын, шетелдік, біз зерттеп жатқан сорттардың ішінен біз сол сорттардың сіздерге қалай сақталатыны, қандай неде температурада, қандай нелерде біз оларды айтып бере аламыз сізге. Сол сияқты қызанақтың, қиярдың көріп тұрғандай жаңағы әртүрлі көкөністердің осы сорттарын негізінен алатын болсақ, мынау шетелдік және нелерді бұл отандық өзіміздің лидер, мынау барин дегендер жақсы қызанақтық шырын. Мынау қызанақ қой, Қызанақтық шырын. Қою болып келеді және өте пайдалы, қайта өңдеуге жарамдылығын. Біз әртүрлі сорттардың жаңағы қайта өңдеуге жарамдылығын көмектесе аламыз сіздерге. Ал енді бұны сіздер ұсыныстарыңызды қалай бересіздер? Қағаз жүзінде ма, сол технологиялық картасы бар ма? Бұны енді әр шаруа қожалық кесе, соны білу үшін біз енді қағазға үйреніп қалдық қой. Соның қандай сақталып, қандай мерзімі бар, бұның қандай өзінің бір ерекшеліктері бар, қай температурада бұл сақтау керек, күннің сәулесі тию керек пе, тимеу керек па, соның барлығын ол қандай түрде алуға болады? Қағаз түрінде алсаңыз болады. Біз қағаз түрінде жұмыс жасаймыз. Мәліметтердің бәрі қағаз түрінде бар. Біз негізі осыдан 2 жыл бұрын ірі мекемелер келіп, картоптың қандай температурада сақталу керек, қандай температурада сақталса қандай аурулар туғызбайтынын сұрап кеткен болатын. Олармен жеке байланыста болдық, айтуға болады. Енді негізі жаңа айтып кеткендей, әр бизнестің мақсаты пайда табу. Қазір оны шикізат ретінде сатқаннан гөрі осыны өндіріп, қайтадан өңдеп, өстіп сақтап, бұны экспорттауға да болады. Біз өзіміздің отандық жаңа сорттарды ірі кәсіпорындарға қосымша пайда. Былайша қарағанда. Негізі енді басқа біреулер бір жеке кәсіпкерлер осы шаруа қожалықтармен жұмыс істеп, өздерінің бір цехтарын ашып, осындаймен өңдеп жасаса да, бұл да енді отандық өнім деп экспортқа да шықса болады негізі. Экспортқа да и ішкі нарыққа да осыны сатып, біраз пайдасын тапса болады. Енді басқа шетелден келіп жатқан өнімдер көбісі енді біз білмейміз ғой, қалай өнімдер, немен жасалған, қалай өңделген. Негізі мынау бізге өте жақсы керемет. Соңғы кезде мен осындай осылай нетіп кептіріп кабачоктарды, нелерді, укроптарды, сәбіздерді кептіріп жатырмыз. Олар өте қазіргі кезде ең керек. Кабачоктар. Кабачоктың түрлері, злата, геракл дегендер бар. Бұлар да өте пайдалы. Мыналарда айталық қанша мерзімде мыналарды сақтап осындай кептірілген түрінде
қалай қанша мерзімде сақталады? 1 жыл, 2 жыл? 1 жыл сақтаймыз біз негізінен. 1 жылдан кейін қайтадан жаңа өнімді аламыз. Өнімді алғаннан кейін қайта сақтау жүргіземіз. Бұл сыртқы несі пакетін тағамға арналған өзінің арнайы несі, жаңағы вакуумдық пакет жақсы сақталады. Көбісі келген кезде біз дегустация жасаймыз. Жылдың соңында, айта кетейін, жылдың соңында әр сортты зерттеген соң жаңағы жоғарғы ғылыми қызметкерлерді шақырып дегустация жасаймыз. Олар дегустировать етіп, негізгі өздерінің бағаларын қояды. Сол бағалық жағынан жаңағы сапасын анықтаймыз, тексереміз. Жақсы, Алтынай, рахмет. Зертханаларыңыз енді үлкен жұмыс атқарып жатыр екен. Көбісі енді біле бермейді. Былайша айтқанда көп шаруашылықтар, көп кәсіпкерлер негізгі ақпараттың барлығын интернеттен алады. Олардың барлығы жүгінетіні мына біздің көрші Қытай халқы, Ресей, Белоруссия, Украина сол жақтарға жүгініп, солардың ақпараттарымен жұмыс істеп жатады. Сол үшін сол жаққа қарай шапқылай береді. Негізі біздің енді айта кететініміз, құрметті шаруа қожалықтар, кәсіпкерлер, осы қазақ ғылыми зерттеу институтына, осы жеміс көкөніс ғылыми зерттеу институтына келіп, осы зертханаға жүгініп, осы кісілерден ақпарат алсаңыздар болады, толық мәлімет алсаңыздар болады. Өздеріңіз келісім шартқа отырып, осы бағытта жұмыс істесеңіздер, тағы да қосымша өздеріңіздің шикізаттай сатқаннан гөрі өстіп қайта өңдесеңіздер, одан гөрі кішкене қосымша тағы да пайда таба аласыздар. Бұл онша қиын деп ойламаймын. Барлығын қалай істеу керек, қандай не керек, қалай сату керек, қалай жұмыс істеу керек, негізі қалай кептіру керек, соның барлығын осы кісілер барлығын айтып береді сіздерге. Сіздерге көп рахмет. Алтынай, сізге көп рахмет. Сізге де. Енді ойлаймын, біздің кәсіпкерлер, шаруа қожалықтар осы бейнематериалдан кейін сіздерге келіп, сіздермен келісім шартқа отырып, сіздермен тікелей жұмыс істеп, өзіміздің отандық өнімді ішкі нарыққа шығарып, және экспортқа шығарады деп ойлаймыз. Өзіміздің отандық өнімді, өзіміздің отандық тағамдарды қолданайық, соны жариялайық, соны жарнамалайық, өзіміздің отандық кәсіпорындарды көтерейік. Сіздерге көп рахмет.